Қышқыл жаңбыр бұл атмосфераға шығатын зиянды заттардың әсерінен пайда болған табиғи құбылыс. Негізінен ол өндіріс орындарынан, автокөліктерден және көмір жағудан бөлінетін күкірт диоксиді мен азот оксидтерінен түзіледі. Бұл газдар ауада су буымен және оттекпен әрекеттесіп, күкірт және азот қышқылдарына айналады. Содан кейін бұл қышқылдар жаңбыр немесе қар күйінде жерге түседі. Мұндай жауын-шашын жердің қышқылдығын арттырып, өсімдіктер мен ағаштардың тамыр жүйесіне зиян келтіреді. Ағаштардың жапырақтары сарғайып, уақыт өте кеуіп қалады. Сонымен қатар қышқылды жаңбыр топырақтағы пайдалы минералдарды шайып, орман мен ауыл шаруашылығына үлкен зиян тигізеді. Қоршаған ортаға ұқыпты қарау арқылы біз әлемді қышқыл жаңбырдан қорғай аламыз. Семей полигоны. Семей полигоны Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының аумағында орналасқан ядролық сынақ полигондарының бірі. Ол аса маңызды стратегиялық объекті болды. Кеңес одағы заманында Қазақстан жерінде атом бомбалар сыналды. Сол үшін арнайы 18 миллион гектар жер бөлініп, Семей ядролық полигоны ашылды. Бастапқы жылдары адамдар мен жануарларға тікелей әсер ететін ашық сынақтар жүргізілді. Семей ядролық полигонында жалпы 456 ядролық және термоядролық жарылыс жасалынған. 1989 жылы Семей ядролық полигонын жабу үшін күрес басталып, алғашқы Невада-Семей қозғалысының митингі өткізілді. Бұл қозғалысты белгілі қоғам қайраткері ақын Олжас Сүлейменов басқарды. Дегенмен, өткен сынақтардың зардабы әлі күнге дейін адамдар денсаулығына әсер етуде. Радиация салдарынан туындаған аурулар мен экологиялық мәселелер халыққа кері ықпалық тигізіп отыр. Сондықтан бүгінгі таңда Семей полигонының мәселесін ғылыми тұрғыдан зерттеу, оның салдарын жою болашақ үшін ерекше маңызды. Бұл Тараз қаласындағы қазіргі фосфор зауытының макеті. Мұнда фосфор және түрлі химиялық өнімдер шығарылады. Тыңайтқыш ретінде пайдаланылады, бірақ сонымен бірге экологияға зиян тигізуі мүмкін. Кейде ауа мен судың ластануынан табиғатқа кері әсер байқалады. Сол себепті ағаштар қурайды, өзен сулары өзгереді. Мына БелАЗ бен КамАЗ сияқты техника зауытты шикізатты тасуға және өнім шығаруға қолданылады. Қазір мен Тараз қаласындағы фосфор өндіретін зауыттың қасында тұрмын. Мен қоршаған ортаның адам денсаулығына әсерін зерттеу мақсатында осы жерге келдім. Бұл зауыт өңір экономикасына үлес қосып отырғанымен, оның ауаға таратып жатқан түтіні мен қалдықтары қоршаған ортаға және адам ағзасына зиянды әсер етеді. Фосфор зауытының түтінінің құрамында фосфор қосылыстары, күкірт пен азот оксидтері, ыс пен кеу бөлшектері бар. Бұл заттар атмосфераға таралып, ауаны ластайды және адам ағзасына тыныс алу арқылы енеді. Мұндай ластану өкпе мен тыныс алу жүйесіне зиян тигізеді. Туберкулез, жүрек қан тамыр аурулары және басқа да созылмалы дерттердің туындауына себеп болады. Улы газдар қандағы оттегінің мөлшерін азайтып, адамның жалпы денсаулығын әлсіретеді. Зауыттан шыққан қалдықтар тек ауаны ғана емес, жер мен суды да улайды. Өндіріс қалдықтарынан пайда болған үлкен террикондар, фосфор шаңының жиналған орындары жел тұрған кезде осы ұсақ бөлшектер айналаға таралып, топырақ пен өсімдіктерге сіңеді. Ал мына көріністер экологиялық жағдайдың нақты дәлелі. Зауыт маңындағы қураған ағаштар мен шөптердің жойылуы табиғаттың уланғанының айқын белгісі. Бұрын бұл жерде орман белдеу болған, ал қазір өлі табиғат қана қалды. Табиғат пен адам бір-бірімен тығыз байланысты. Егер табиғат зардап шексе, адам да зардап шегеді. Сондықтан біз қоршаған ортаны қорғауға, ауаны таза ұстауға және табиғатты аялауға тиіспіз. Қорытындылай келсем, осы мәселелерді шешу жолдарын ұсынғым келді. Мысалы, құрамында күкірт қосылыстары бар отын түрлерін қолданыстан шығарып, болашақ жасыл энергия көздерін тұтыну. Жанар-жағармаймен жүретін көлік түрлерін қолданыстан шығарып, су топырақ ластану жолдарын тежеу. Пайдалы қазба өндірісінде шикізатты тиімді пайдаланып, террикондар мен карьерлердің санын азайту.
табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, биік 250-300 метрге жететін түтін мұржаларын салу, ауыз су мәселесін шешіп, бүкіл планета таза сумен қамтамасыз ету, трансшекаралық өзендердің суын таза күйінше сақтау сияқты шешу жолдарын ұсынғым келді.